Айбір қызықтың болғалы тұр. Көкесі деп осыны айтпақ шығар. Мейірбек Төлегенов, Азизхон Чоршанбиев. Айқас басталды. Чоршанбиев Мейірбекке қарағанда бойшаң, аяқ қолдары ұзын. Әрі жасы да барлық жағынан енді бір басымдыққа ес секілді көрінуде мүмкін. Ну да, они, правда, с Төлегеном выглядят как будто бы из разных весовых. В полулегкой весовой категории этот бой проходит. Чоршанбиев у многих ассоциируется исключительно с поп ММА, но многие забывают еще и о том, что в 2021 году он сражался за титул Fight Night. Был претендентом, колено пошло, но в район грудной попадает. И дальше Төлегенов уже сверху. Чоршанбиев, ну, удается оттолкнуться, все равно Морио прижимает и переводит очень уверенно. Приземляет его. Бақылау бар. Канвас. Қазір енді Төлегенов ақырын ғана осы позициясын нығайтып, жақсартып, бұдан кейін бір қауіпті шабуылдардың шетін байқап көру тиіс. Ал Чоршанбиев екі аяқты да тіреп тастады. Ауыр соққы міне! Еще пропускает Чоршанбиев. Мейірбек қазір асығыстық танытқысы келіп тұрған жоқ, оны да өз өте жақсы түсінеді. Ну что, пока Красный Король в опасности. И пропускает многовато. Явно Төлегенов блокирует и не дает возможности вообще не оттолкнуться. Забивает, да и Азизхон уже будто бы потерял тонус опять. Міне, Төлегеновтың қарсыласын екінші мәрте атып ұрған сәті. Очень грамотно разворачивает. Міне, қазір енді жұптар жазылған екі жауынгер қашықтықтан айқасуға кірісті. Чоршанбиев джеб соққыларын бағыттап көрді. Лоу-кик, тамаша. Мейірбек өзінің қашықтығын жақсы тапқан сыңайлы. Проверяет переднюю ногу и сразу меняет стойку. Азизхон оверхенд. Мощнейший. Міне матчта біз қазір тамаша екі комбинацияны көріп қалдық екі тараптан. Чоршанбиев дегенмен де қауіпті. Тізесімен әсіресе, одан кейін қолының ұзындығы үнемі оған басымдық беретін сөзсіз. Осы Чоршанбиевтің бағыттап жатқан соққыларының өтінде қалып қоймас үшін де Мейірбек қазір басын бұғып, тіке соққы өткізіп алды. Сақтық керек. Да, правый кросс навстречу от Чоршанбиева. Чоршанбиев такое ощущение, как будто бы установил цель. Очень медленный, ленивый удар от Төлегенова. От лоу-кика проблем нет. Опять по касательной летит боковой. Чоршанбиев өзінің қашықтығын тапқан сыңайлы енді. Ну и застаивается Төлегенов. Откровенно. Растерял активность в концовке первого раунда. Опять оверхенд. Теперь уже попадает в цель. Размениваются ударами. Лоу. Төлегенов үшін Чоршанбиев ең бір маңызды қарсыласы мансабындағы деп айтқан едік міне. Соның дәлелі айқас барысында айқын көрінуде. Отлично двоечка. Из боковых тут же. Жақсы міне, Жұманың айтқаны айнымай келді. Ішке соққы, одан кейін басқа қайталаған сәтте, тамаша. Қауіпті, бірақ енді көз жазып қалуға болмайды. Мынандай соққылардан тағы да партерге жайғастыру қажет пе? Бір орында тұрақтап тұрмай, үнемі қозғалыста болу қажет. Бағытталатын соққылардың саналуандығы өте маңызды болып тұр Мейірбек үшін қазір. Бірлі жарым соққылар шешпейді айқас тағдырын. Жақсы. Міне, Жұманның да дауысы бізбен. Да, у меня такое ощущение, что просто сейчас Жуман Жұмабеков попытается провести геймпад и как-то подключиться. Қолына бақылау пультін берсең, Жұман өзі ақ төбелесіп кетейін деп тұр. Алды кеттік, мінекей, Мейірбек. Тамаша, тықсыра басып, қарсыласты.
Бірақ енді Чоршанбиев дегенмен мына позицияда жақсы жинақ жекпе-жек болды екі тараптан да. Және де біз Мейірбектің бір аздаған басымдығын көрген сыңайлымыз. Өте қызықты жекпе-жек. Жұман Жұмабеков өз төбелесіп жатқандай жанұшыра айғайлауда. Міне бейне қайталау сәті қазір назарларыңызда. Тамаша бір комбинациялар. Мейірбектің тарапынан Чоршанбиев те барынша қауіпті болды. Статистикалық мәліметтер бақылау 1 минут 14 секунд. Жалпы 5 тейкдаун деп тіркеген екен. Бұл енді Мейірбектің сөзсіз басымдығы сандар жағынан. Жақсы, екінші раунд басталды. Төлегенов қазір енді түрлендіре жүріп төбелесу қажеттігін естіді Жұман тарапынан. Және ол да керек, бірінші раундта қайталай беретін болса, дәл сондай комбинацияларды оған енді Чоршанбиев дайын болады. Тыңнан шабуыл бағытын табу керек. Тамаша міне. Қысқа қашықтықта жарқ еткізген сәті Төлегеновтың. Мейірбеку получается, да, если на скачке, то залетает на ближнюю дистанцию. Чоршанбиев отмеряет постоянно передней рукой, пытается сдерживать эти наскоки. Пошли серии, и Мори пропускает. А вот теперь в ответ полетел вперед боец из Атырау. Өте жоғарғы деңгейдегі қиян-кескі төбелес. Алма-кезек шабуыл. Жанкүйерлерде орнынан атып тұруға сәл-ақ қалды. Бұна тұста енді Мейірбектің қарқын сәл бәсеңсігендей болды. Қапталдан қауіпті соққы еді. Правый кросс у Чоршанбиева проходит. Колени включает. Но все в блок пока. Есть локоть. Опасный. Все эти удары имеют накопительный эффект. Слева! Чоршанбиев цепляет. Такое ощущение, что уже задышал все-таки Мейірбек. Апперкот! Ждет сближения Чоршанбиев. Чоршанбиев бейімделіп алды қысқа қашықтықтағы Мейірбектің шабуылдарына. Бұдан кейін мынау тізе қауіпті. Мейірбекке қазір назар жиналатын сәт. Есть колено, а дальше Төлегенову просто нельзя отпускать соперника. Нужно заблокировать ноги, нужно пересаживаться. Понятно, что с борьбой у Чоршанбиева пока не все получается. Просто отталкивает оппоненту, опять правую прямой вставляет. Чоршанбиев қазір бара-бара сквозь блок шабуылға көшті. Король пошел вперед. Слева боковыми затрясло. Ну что? Төлегенов. Теңселе басып қазір Мейірбек. Мощно вкладывается Чоршанбиев. Апперкот навстречу пропускает. Төлегенов тоже. Слева попадает Чоршанбиев с серии. Почувствовал кровь. И он устал тоже. Двойка есть от Төлегенова. Но не так просто. Чоршанбиев надеялся сразу вырубить. Есть апперкот. Ну. Соққылардың салмағы саябырсыз. И в глаз попал. Или это симуляция? Нет, в корпус. И дальше Төлегенов. Нет защиты, опускает руки Чоршанбиев. Вот это драка в баре. Нағыз қысқа қашықтықтағы қан майдан деп осыны айтады. Колено долетает. Ну просто кто-то они бьются. Мейірбек мына тұста қалай тепе-теңдігін сақтап қалды дейсің ғой. Бэкфест. Цепляет Чоршанбиев. Төлегенов на морально-волевых стоит. Столько понапропускали оба. Таймерді көрмей тұрмыз қазір. Қанша секундтар қалды, минуттар раундтың бітуіне.
Колено в корпус, в голову! Чоршанбиев бара-бара батл шабуылға И уже көшті. Чоршанбиев инициирует борьбу. Перевод. Мощный слэм. Қазір енді бар денесінің салмағымен Чоршанбиев Мейірбекті астына басқан қалпында жауапсыз соққыларды жаудыруға көшті. Перекрывается Тулегенов, но требует буквально Жуман, чтобы он терпел, держал этот удар. Чоршанбиев набрасывает, но урона особо эти удары не наносят. Бірақ енді Уже в состоянии гроги, по-моему, Тулегенов находится. бұл жерде бір қалғып жүр деп айтуға болатын шығар. Өйткені тек қана бір автопилот режимінде қазір Төлегенов барын батылдықпен, қайсарлықпен ғана осы тұрғыда сақтап тұр өзін, бірақ жауапсыз соққылардан қаншауын өткізіп Как алды. развернулся, но как развернулся, сам попал еще. И еще идет на Чоршанбиева сейчас. Бэкфист. Колено! И за тейкдауном пошел Азизхон. Это бой, который заставил нас всех встать, мне кажется. Арена гудит в этот момент. И что? Ну нет. Мынадай қолдаудан кейін енді қалай рухтанбайды Мейірбек Төлегенов. Просто остались ли силы? Мейірбека ведут буквально в угол. Чоршанбиевті аяғында әрең тұр. Оны да қинап тұрғызы. Міне, мына сәтті енді сөзсіз тамашалайықшы. Но Чоршанбиев посвежей. Это явно. Вспомните концовку, где сколько там, не знаю, 30-40 безответных ударов. В клинче успел набросить Азизхон. Но Мейірбек разорвал клинч и после этого еще и сам в атаку пошел. 131 удар за раунд. И 90 из них были акцентированы. Фантастика. Какой объем просто мощнейших залпов выдержал Мейірбек. Мори, есть ли какие-то резервы против Красного Короля? Қазір енді Мейірбек үшін шешуші сәт, ардақ жанкүйерлер. Барлығымыз шындығын айтсақ, тақым қысып. Міне, құрмет өз алдына. Төбелес өз алдына. Шешуші раунд. Со сдвоенного джеба, потом двоечка. Какой локоть-то, а? По восходящей траектории, как перкот просто всадил Мори. Мейірбек. Бағанағы дәлдікті дәл тапсаң, жаңылмайсың, жазбайсың. Оригинальные решения от Мори тоже бывают. Отходят. Ну что, опять с апперкотом заходит Азизхон. Одиночный удар. Есть джеб. Қиян-кесік төбелеске барма дегендей. Бағана ішке бақтаған соққылар өтіп еді Мейірбектің. Төлегеновтың түйіндей соққан соққылар өткен еді. Жақсы! Двоечка, и вот Азизхона заходит. Тіземен соққа. Блок еще работают. Стягивает. Осы соққылар ғой қарсыластың бүйір Есть хайкик. Ішке жи-жи соғу керек сияқты. Мейірбектің жүзінде от пайда болды қазір қайтадан. Жалындап тұр. Жергілікті жанкүйерлердің де қолдауы. Кім айтты сізге, Чоршанбиев темір деп? Ол да адам баласы етпен сүйектен жаралған. Мына жекпе-жекке кештің бонусын бермесе, білмейміз. Сөзсіз бүгінгі кештің басты айқасы. Объем Чоршанбиев. Міне, Мейірбектің қайта түлеп, қайта тұрған сәтіде. Всего 3 минуты остается до конца этого боя. Тулегенов
с левым боковым. Зашел хорошо. И тут Жақсы. зацепил. Затрясло Чоршанбиева. О, а он со своей двоечкой идет вперед. Төлегенов қазір аяқта секіре біраз есін жинап алғаннан кейін жойқын соққыларды бағыттауда ішке соғу керек деп айтып жатырмыз. Просто лужа крови образуется. Бағана қаншама мәрте Мейірбектің ішке соққаны өтті. Тіземен де, қолмен де. Я не понимаю, где Тулегенов нашел силы в себе. Он просто все выкладывает здесь сейчас. Все ставит на кон. Что за бой? Украшение сегодняшнего вечера. Однозначно, Красный Король против Мори. Они сюда. Кім айтты? Приехали, устроили побоище опять. На скачке. Қорғанысы бұзылмайды деп. Кім айтты саған? Деген төбелес осы болып жатыр ағайын. Міне. Тяжело, да? Пытается на уклон. Жақсы! Слева цепляет. Чоршанбиевтің де көзінде шарасыздық байқалады қазір. Ол да шаршады. О, жақсы! браво! Мощно! Третий раунд решающий, друзья. Тот, кто его заберет, заберет и победу. Мори справа. Жақсы! Ой, қандай соққы мына тұста. Теряет равновесие Дәл. Чоршанбиев, но возвращается в стойку. Дәл соққы бір жетпей тұр ғой ішке. Міне! Мейірбектің бет аузын қан жауып кетсе де, оны шыбын жаққан құрлы көріп тұрған Опять жоқ. с одиночным заходит Чоршанбиев. Вот Ой, если жақсы! точности. Аяққа И өтті ноги бар! просто приземляет. Енді осы тұста бақылаудан шығармауға жет қалған 45 секунд уақыт бар. Сейчас Тулегенову просто нужна минута Я! контроля в конце для того, Дәл чтобы осыны забрать қайталау победу. керек! Ой, мынау. Бұл тұста Чоршанбиевтің де шама шарқы бар ғой. Төбесіне төнген соққыларға жауап беретін. Қан жауап кетті ағайын. Может быть, это будет бой года, я не знаю, но Чоршанбиев, Тулегенов, это... Жоқ, Мне сөзсіз кажется, 25 первым жылдың! раунде все становится понятно. Тағы! Побоище, 10 льется секунд кровь қалды, во все 10 стороны. секунд! Тулегенов, Мейірбек! если какие-то силы, это фантастика. Мейірбек Здесь вот мұна это бой. жекпе-жектен кейін. Енді Найза 77, лучший бой этого вечера и может быть бой года, что эти парни сотворили. Айны, міне айтарға сөзіміз жоқ ардақтарға. Бұл раундтағы бағытталған соққылар, дәл бағытталған соққылардың да санын көрдік. Я не знаю, сколько здоровья оставили бойцы вот сейчас в октагоне. 15 минут. Фантастика. Каждый из них выбросил под... Сөзсіз қалатын жекпе-жек Найзаның тарихында тіпті сақталады. Жаңа ғана айтқан аузымызға Құдай салған шығар енді. Бұл Мейірбек Төлегеновтің мансабындағы ең бір маңызды айқас деп айтқан енді. Соның да дәлелі. Қандай... Серик, просто все до этого действовали настолько методично. Yeah. Все абсолютно. То есть практически ни одного боя, где вот кто-то бы Мына взрывался жерде и летел екінші вперед. раундтан бастап. Да, нет, здесь с первого раунда, с самого старта просто полетели вперед парни. И они подарили нам тот ММА и зрителям, которые они хотят видеть. Чоршанбиев те жеңістен дәмелі. Мейірбек те жеңістен дәмелі. Төрешілер шешім күтеміз. Менің ойымша бұл екі азаматқа да кештің басты жекпе-жегі деген атақты қазірден-ақ бере салған дұрыс сияқты. Потому как долго принимается решение, можно понять, что это сплит. Только вот в чью пользу. Теперь поймем. Мне очень сложно сказать, честно. У меня, в принципе, первый и третий раунды могут уйти в пользу Тулегенова. Возможно, третий забрал Чоршанбиев. И второй.
Төрешілер шешімін хабарламас бұрын. Қош жауынгерге тағы да қошемет көрсетейік. Сонымен 3 раундтың нәтижесі бойынша барлық төреші 29-да 28 есебімен бағалады. Сонымен бір ауыз шешіммен жеңіске жеткен алаңның көк бұрыша Мейірбек Мори Төле